Сәлем достар, қысқа осылай чиеден компот жауып тастадық. Және сіздермен де қалай жапқанымызды бөліскіміз келеді. Соңына дейін бірге болыңыздар. Алдымен шиені жақсылап 2-3 рет жуып аламыз дұрыстап. Барлық құрттарынан ажыратып, толықтай тазалап аламыз. Ал бір жағынан банкілерімізді және қақпақтарын залалсыздандырамыз. Барлығын осылай дайындаймыз және үлкен көлемде суды қайната бастаймыз. Біз ассорти емес, тек қана шиеден жасайтын болғандықтан кішкене шиені молырақ саламыз. 1-3 литр банкіге 500 граммнан есептеп алдық. Мінекей банкілеріміздің барлығын осылай шиемен толтырамыз. Мінекей барлық шиелерді банкілерге салып болдық. Бұл жерде біз 3 литрлік банкіден 20 данасын жапатын боламыз. Енді сарқылдап қайнаған судан банкілеріміздің барлығына құйып шығамыз. Мінекей осылай сумен барлығын толтырып алдық. Шиелеріміз жайлап-жайлап өз түстерін беріп жатыр, қызартып. Енді осы күйінде суығанша 2-3 сағаттай осылай қоямыз. Әбден суығаннан кейін енді жаңағы кастрөлімізге банкілерімізді қайтадан суын құйып аламыз. Және де бізде қайнағанда буы болады, соның есебінен 1-1,5 литр тағы да үстіне су қосамыз. Қант саламыз. 1-3 литрлік банкіге біз 250 граммнан саламыз. Себебі шие кішкене қышқылтым болады. Сондықтан 250 граммдай саламыз. Қантты салып, барлығын араластырамыз және суымызды қайтадан сарқылдатып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін барып банкілерімізге құямыз. Неге осылай құямыз және бірден жауып тастаймыз. Бірден құйған банкімізді осылай жауып тастаймыз. Және де төңкереміз және бетін жауып, суығанша бір күн жарымдай осылай тұрғаны жақсы. Неғұрлым бетін қалыңдатып жабамыз. Мінекей толық суығаннан кейін қайта кейін қаратып, осы күйінде қысқа сақтаймыз. Достар, егер видео ұнаса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!